Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен сүт пен суды араластырып, опора жасап аламыз. Екеуін міндетті түрде жылытуымыз керек. Қант саламыз, содан соң дрожь саламыз. 3 шай қасық ұнды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан соң бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Он 15 минут өтті, біздің опорамыз дайын болды. Неке өздеріңіз көріп тұрғандай осылай көтерілуі тиіс. Қамырын елеп алу үшін үлкенірек ыдысқа көшіріп аламыз. Опорамызды тұз, 1 ас қасық сметана немесе қаймақ, 1 ас қасық майонез саламыз. Жақсылап араластырып, бізге керекті мөлшердегі ұнды 3-4 бөлікке бөліп, осылай електен өткізіп отырып қосамыз. Алғашында венчиктің көмегімен, қоюланғаннан соң венчикті алып тастап, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр иленгеннен соң жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамыр ашыған кезде оны бір қайтарып илеп қойғандарыңыз дұрыс. Сонда бауырсақтарыңыз үлпілдек болып шығады. Міне мен бір қайтарып, онан соң дайын болған түрі. Енді осылай ұнды сеуіп, ұнның көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Алғашында осылай қолымызбен, содан соң оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Дөңгелек пішінін беру үшін арнайы сақинамен немесе осылай бөтелкені кесіп алсаңыздар өте жақсы кеседі, және өздеріңізге керекті пішінде үлкен кіші етіп кесіп алуларыңызға болады. Мінекей барлығын осы кесіп 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Осы арада біздің майымыз қызды. Енді бауырсақтарымызды салып, екі жағын вилканың көмегімен аударыстыра отырып, қуырып аламыз. Неке біздің бауырсақтарымыз үрленіп, дөп-дөңгелек болып пісіп шықты. Енді оны майдан сүзіп аламыз, жақсылап майын сырғып. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.